Қайырлы күн. Бүгін қазақтың ұлттық тағамының бірі наурыз көжені бірге дайындайтын боламыз. Бұл тағамның әртүрлі нұсқалары бар, бірақ мен сіздерге ең дәмді сәтті түрімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Наурыз көжеге 7 түрлі дәнді дақыл қосылады. Ең бірінші кезекте осындай қазы, менде сүрленбеген түрі. Мен аз ғана адамға арнап жасадым. Сіздер құрамындағы заттарды еселеп, көбейтіп жасасаңыздар болады. Одан соң міндетті түрде мен жүгері, арпа, бидай және тарыны міндетті түрде қосамын. Бұл тағамға ерекше дәм береді. Одан соң қалауларыңызға қарай ноқат, күріш, бұршақ қоссаңыздар болады. Қазы мен етімізді қазанға суға салып қайнатамыз. Көбігі шыққан соң міндетті түрде тазалап аламыз. Ежелден бері қазақ ата-бабаларымыз пайдаланылған, тұтынылған ең негізгі осы 4 дәнді дақыл. Сондықтан мен міндетті түрде қосамын. Наурыз көженің ең негізгі құпиясы да деп айтсам болады. Барлық дәнді дақылды жуып тазалап аламыз. Көбігінен тазалаған соң ұзақ пісетін ноқат, сұлы, бидай, жүгерімізді салып қайнатамыз. Осылай қайнаған соң бірден салатын болсаңыздар, етпен бірге жұмсақ болып пісетін болады. Мен бөлек ыдысқа қайнатпай, осылай етпен бірге қайнатып пісіремін. Сонда дәнді дақылдардың дәмі мен құрамындағы маңызы осы сорпаға сіңетін болады. Сорпамыз қаншалықты көп қайнаса, соншалықты ағзамызға пайдалы әрі дәмді болып шығады. Енді осы аралықта құртымызды суға салып, жібітіп, езіп аламыз. Мен қайнаған су, ыстық су құйып, осылай езіп алдым. Сіздер 3-4 сағатқа қайнаған су құйып, салып, жібітіп қойсаңыздар да болады. Егер құрт болмаса, айран пайдалансаңыздар да болады. Құртымыз дайын болды. Менде наурыз көже 3 сағаттай қайнады. Қараңыздар, барлық дәнді дақылдары жарылып, толығымен піскен. Енді тез пісетін тары, күріш, бұршағымызды салып, жарты сағатқа баяу отта пісіріп аламыз. Байқағандарыңыздай, құрамына ешқандай артық дәмдеуіштер мен картоп, пияз, сәбіз сияқты қоспаларды қоспаймын. Себебі наурыз көженің өзіне тән ерекше дәмі осы қосылатын қазда және 7 түрлі дәнді дақылда. Наурыз көжеміз жарты сағат қайнады. Ішіндегі дәндер толығымен пісіп шықты. Наурыз көжеміз дайын болды. Дастарханға ұсына берсеңіз болады. Қалауыңыз бойынша осылай жібітілген құрт немесе айран қосып ұсына берсеңіз болады. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіз. Ұнаса пікір қалдырып, достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыз. Басқа да рецепттерімді менің каналымнан таба аласыздар. Астарыңыз дәмді болсын.
қайырлы күн. Бүгін сіздерге авторлық рецептім құрамына тары қосылатын нағыз дастарханның сәні осы бауырсақтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Үлпілдек жұмсақ аузына ереді, ерекше тәсілмен жасалады. Осы рецептпен жасап той жиындарға, дүкендерге жасасаңыздар да болады. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Менің басқа да түрлі тағамдарымның рецептісін каналымнан көре аласыздар. Алдымен ыдысымызға жылы қолдың қаймақты сүтін құямыз. Одан соң аштығымызды саламыз. Шекерімізді салып, жақсылап біркелкі сұйық масса болғанша араластырып аламыз. Одан соң біраз қасық тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Жылы суымызды құямыз. Менде сиыр сүтінің піскен бетіндегі таза қаймағы. Сіздер дүкеннің қаймағын қоссаңыздар да болады. Одан соң майонез қосамыз. Майонез тестаның көтерілуіне, жұмсақ болуына, үлпілдеп тұруына өте күшті әсерін тигізеді. Жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Одан соң тары қосамыз. Менде майсөк, яғни оразаға, ауызашарға істеген тарыдан артылған еді. Соны обал болмас үшін осылай бауырсақтың тестасына қосамын. Сіздер құрғақ тарыны жақсылап жуып қоссаңыздар болады. Одан соң іртігі қалмағанша, біркелкі масса болғанша осылай қолмен жақсылап араластырып аламыз. Үстіне електен өткізілген ұнымызды саламыз. Ұнымыздың үстіне бір шай қасық разрах етер қосып, жақсылап жұмсақ қамыр болғанша илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді үстіне пищевой пленка жауып, сыртын орап, жылы жерге 1,5-2 сағатқа қалдырамыз. Қамырымыз ашып, екісе көтеріліп дайын болды. Енді қамырымызды оқтаумен жайып шығатын боламыз. Қалауларыңызға қарай қолмен немесе оқтаумен жайсаңыздар да болады. Мен басында осылай қолмен жайып шығамын, ыңғайлы болу үшін. Одан соң оқтаумен тегістеп шығатын боламын. Видеода көрсетілгендей бокалмен осылай домалақ пішінге келтіріп кесіп аламын. Сіздер үйлеріңізде бар затпен кез келген пішінді жасасаңыздар болады. Осылай домалақ формамен жасасаңыздар әдемі болады. Формасы да, дастарханға қойғанға да. Осындай қамыр артылып қалды. Мен енді бұл қамырды пиццаға қолданатын боламын. Бұл қамырдан 1 штук пицца шығады. Енді қызып тұрған табамызға қажетті мөлшерде сұйық майымызды құйып, бауырсақтарымызды шетіне салып пісіріп алатын боламыз. Майымызды қатты қыздырмай,
түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. бір жасағаннан сәтті шығады. Тойға, қонаққа, ауызашарға осы рецепт бойынша жасасаңыздар, қонақтарыңыз ерекше сүйсініп жейтін болады. Әрі өзгеше дәм, ерекше рецепт, ерекше дәмді, өзгеше тағамдардың рецептісін менің каналымда көре аласыздар. Менің каналыма тіркеліп, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Бауырсақтарымыз осылай пісіп шықты. Міндетті түрде жасап, пікір қалдыра кетіңіздер. Аз болсын. Қайырлы күн. Бүгін сіздерге асыққанда жылдам дайын болатын, әрі тез 20 минуттың ішінде пісетін гнездо тағамының жасалу жолымен бөлісемін. Ерекше тойымды тағамды қонағыңызға да ұсынсаңыз болады. Менің түрлі рецепттерімді каналымнан таба аласыздар. Ол үшін каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Жоғалтып алмас үшін қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Алдымен пиязымызды майдалап турап аламыз. Құрамындағы заттар төменде описание бөлімінде жазылған. Мен бұл тағамды 3 адамға арнап жасадым. Сіздер құрамындағы заттарды еселеп жасасаңыздар болады. Одан соң сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Табамызға сұйық майымызды құйып, қыздырып, пиязымызды салып, қызартып, қуырып аламыз. Пиязымыздың үстіне сәбізімізді салып, есінен қуырып, үстіне қайнаған немесе жылы су құйып, тұлға қоямыз.
қажетті мөлшердегі фаршымызға пиязымызды қосып, үстіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, жақсылап қолмен араластырып алатын боламыз. Фаршымызды осындай дөңгелек формадағы қамырымыздың үстіне орташа көлемде фаршымызды домалақтап бетіне қойып шығамыз. Гнездоны қайнап тұрған самауымыздың үстіне ақырын ретімен орналастырып шығамыз. Енді үстіне су құйып шығамыз. Суды дәл гнездо қамырының үстіне құямыз. Сонда қамырымыз қатты болмай, жұп-жұмсақ болып піседі. Үстіне кішкене тұз сеуіп шығып, 20-30 минутқа бетін жауып пісіреміз. Біздің ерекше гнездо тағамымыз дайын болды. Дастарханға қалауыңызша сәндеп ұсынсаңыз болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап, пікір қалдыра кетіңіз және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сәлем достар, бүгін сіздерге бір жасағаннан шығатын, туған күнге өзіңіз дайындауға болатын оригинал хит-торттың бірі Whoopie Pie'дің рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, достарыңызға жіберіп қойыңыз. Мені жоғалтып алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдымен жұмыртқаны жарып, үстіне шекер салып, миксермен 2 есе көтерілгенше видеодағыдай араластыратын боламыз.
осындай қоймалжың масса болу керек. Енді қара шоколадымызға 82,5% сары майымызды салып, водяной баняға қойып, ертіп аламыз. Толық ингредиенттер төменде описание бөлімінде жазылған. Еріген шоколадымызды алдыңғы массамызбен біріктіріп, біркелкі болғанша миксермен араластырамыз. Енді ұнымызға какао, разжиг ете салып, араластырып, оны сұйық массамызға қосып, біркелкі қоймалжың қамыр болғанша миксермен араластырамыз. Осы аралықта пешімізді 180 градусқа алдын ала қыздырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды пергамент қағазда төселген табамызға салып, домалақ форма келтіріп, тегістеп жайып шығамыз. Мен қағазға алдын ала 24 сантиметрлік домалақ пішін сызып алдым. Қызып тұрған пешке 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Менде 5 қоры шықты, сіздер 4-еу шығарсаңыздар да болады. Заттар салқын болу керек. Крем жасар алдын 5-10 минутқа морозильникке мұздатқышқа салып қойыңыздар. Алдымен творожный сырымызға сахарная пудра қосып, біркелкі масса болғанша видеодағыдай миксерлеп араластырып аламыз. Мен творожный сырдан креметті қолдандым. Сливкидің 33 немесе 35%-ін қолдануға кеңес беремін. Егер одан төмен болса, крем шықпай қалуы мүмкін. Одан соң салқын сливкимізді қойып, біркелкі қою масса шыққанша миксерлейміз. Ескертетін жағдай, көп ұзақ уақыт бойы араластырмаңыздар, себебі крем іріп кетуі мүмкін. Дайын болған кремді жарты сағатқа холодильникке қойып алатын боламыз. Дайын болған кремді бірдей 4 мешокқа 4-5 қасықтан салып бөліп алатын боламыз. Енді тортты жинайтын боламыз. Дәл видеодағыдай мен сияқты жасаңыздар. Мен тортты алдын ала бір күн бұрын жасап, холодильникке 1 суткаға қойып қойдым. Сол кезде қоржына кремі сіңіп, влажный болып шықты. Сіздер асығыс болсаңыздар, сүтпен қоржына пропитка жасасаңыздар болады.
бетін тегістеп крем жағып шықтым. Сол кезде бетіне құйған шоколадымыз сіңіп кетпей тегіс болып тұрады. Енді торттың бетіне ганаш дайындаймыз. Шоколадымызға сары май мен сливкиімізді қосып водяной баняға қойып ертіп аламыз. Ыстықтай торттың бетіне құйып тегістеп видеодағыдай жағып шығамыз. Енді тортымыздың бетін әсемдейтін боламыз. Мен үйдегі бар заттармен осылай сәндеп шықтым. Сіздер қалауларыңызға қарай жасасаңыздар болады. Тортымыз дайын болды. Ұнаса пікір қалдырып, каналыма тіркеліп қойыңыз. Алда түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Ас болсын. Сәлем достар. Бүгін сіздерге бір жасағаннан шығатын, дәмі ауыздай еритін, 30 минутта дайын болатын оригинал сметанниктің рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болып, соңына дейін қараңыздар. Және менің каналымнан түрлі тағамдардың оригинал рецептісін таба аласыздар. Ауызашарға түрлі идеялар бар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдымен електен өткізілген ұнымызға бөлме температурасындағы 82,5% майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Толық ингредиенттер төменде описание бөлімінде жазылған. Біркелкі араластырылған соң үстіне разрыхлитель жұмыртқамызды салып, шекерімізді салып, қамыр дайындаймыз. Қамырымыз қолға жабыспайтын жұмсақ болу керек. Дайын болған қамырымызды оқтаумен орташа қалыңдықта жайып шығатын боламыз. Жайылған қамырымызды табаға салып, видеодағыдай орналастырамыз. Салмасын дайындайтын боламыз. Кез келген дүкеннің қаймағына 2 жұмыртқа, шекер,
кукуруздун крахмал салып, жакшылап илгерки куюмалжың суюк масса болгончо аралаштырабыз. Дайын болгон массамызды тестонун үстүнө салып, акырындап күйүп чыгабыз. Алдын ала кыздырылган 180 градуста печти 30-40 минутка пиширип аламыз. Сметанабыз писип чыкты. Энден сыйрайтын боламыз. Калыңызга осулай узунсаңыз да болот. Мен бетине сахарный пудра сүйүп чыктым. Эскертетін жағдай, суыған соң ғана кесіп ұсынсаңыздар болады. Ұнаса пікір қалдырып, каналыма тіркеліп алыңыз.